Мемлекет басшысы Астана қаласының жасыл белдеуін дамыту мәселелері жөніндегі кеңестен кейін бірден жасыл желекке барды. Орманның тыныс тіршілігімен танысып, соңғы жылдары атқарылған жұмыстардың нәтижесін көрді. Орманға қырғауылдар ұшырап, биыл ғана салынған сафари паркінде болды. Қазір табиғи паркте 20-ға тарта марал мекен етеді. Тақырыпты жасыл белдеудің тіршілігімен танысып қайтқан әріптесім Мұхтар Абырайым тарқатады. Елорданы жағалаған жасыл белдеуді аралауды елбасы дәстүрге айналдырған. Биылда игі жұмыстың барысымен танысты. Әуелі тікұшақпен жарлап өтті Астана маңайын. Былтырғымен салыстырғанда нулы, жазиралы екен. Қыраңқалықтар биіктіктен. Астана орман жарамдылығы төмен аймақ. Тұзды алағұла топырақ, ұсақ түйек тастар, көбіне карбонатты қабаттар. Жазы аптап ыстық болса, қысы қытымыр. Сондықтан болса керек отандық ғалымдар жұмылды зерделеуге. Топырағы зерттеліп, өсімдігі өңделді. Нәтиже жемісті. Қазір елорданы жағалай жайқалған жасыл өлке 70 000 гектар алқапты алып жатыр. Ағаштардың 40-қа жуық түрі жайқалып өсіп тұр. 1998 жылы бас қаламыз осы жерде жарияланғаннан кейін Астананың төңірегінде орман егу тапсырма бергенмін. Көп әңгіме болды, мына жерде ештеме шықпайды, жері жақпайды, шығатын жер емес деп. Әр уақытта солай болады ғой, бір заман атқан кезде. Қазір мінекей осы жылдардың ішінде Астананың өз ішінде төңірегінде 70 000 гектар орман өсіп тұр. Бұны Астана орманы дейді, кейбіреулер президент орманы дейді. Қалай дегенменен атасы отырған бақыттың көлеңкесінің қызығын ұрпағы көреді деген. Біз еліміз үшін өте тамаша жақсы бастама жасап жатырмыз деп ойлаймын. Жұматай Сүйіндіков жасыл белдеумен айналысып жүргеніне 15 жылдан асты. Елорда маңайын нуландырудың басы қасында жүр. Ормандағы әрбір түп таныс оған. Мұна қайын өзі осы мына жерде жақсы өзін сезініп тұр. Жақсы міне жапырағы да өзінің бір өсуді, өнуді. Мынау жалпы қайынның жақсы өсуін мына өзінің жаңадай өзінің бұтағынан белгілі болды. Өйткені себебі мына өзінің тіке өскені бұл жердің осы жарамды деген сөзі. Күтіп жатырмыз қазір бұларды суарып, жаңадай жерлерін қопсытып, арам шөптерін жаңадай қиып деген тәрізді жұмыстар селіп жатыр. Осыдан 15 жыл бұрын Астана маңайы ну орманға айналады дегенге ешкім сенбеп еді. Қазір бұл төңірекке көз жүгірсеңіз, жазиралы жасыл желек тұнып тұр. Мәселен, мына қайыңдар 2006 жылы отырғызылып, қазір биіктігі 10 метрден асты. Астана жасыл белдеуі Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен бой көтерді. Ешбір елде баламасы жоқ бірегей жоба. Алғаш көшеттер 1998 жылы отырғызыла бастады. Сол кезден бері жас орманның гүлденуі президент назарында жүр. Жіті қадағалап, орман шаруашылығымен жеке танысып кетеді. Бас шаһарды жағалай егілген жазиралы орман елбасының басты мақтаныштарының бірі де. Егерде бүкіл Қазақстан бойынша әр қаланың төңірегі, ауылдың төңірегі, тіпті салған жаңа үйінің төңірегіне ел ағаш отырғызатын болса, жалпы халықтың байлығы болып саналады. Ағашы, орманы бар өңір әр уақытта бай өңір. Мына орманның ішінде қазір бірінші отырғызған ағаштардың биіктігі 15-20 метрге көтерілді. Ішінде неше түрлі аң жойылып кеткен қайтадан пайда болды. Елік те бар, қоян да бар, түлкі де бар, марал да бар, барлығы бар. Оған құс жіберіп жатырмыз. Ішіне неше түрлі жидектер өсіп жатыр. Халықтың демалатын жері бір, екінші жағынан жаздың күні бұл саябақ, қыстың күні желден қорғайтын, қаланың климатын өзгертетін үлкен жағдай болды. Бұл орманда бүгінде көптеген аң-құстар тіршілік етеді. Қоян, түлкі, еліктерді жасыл белдеудің кез келген жерінен көруге болады. Ең көп мекендейтін құстар қырғауылдар. 2000-нан астам құс емін-еркін орманды кезіп жүр. Бүгін елбасы тағы 150-ін орманға жіберді. Биыл жасыл белдеу аймағында аумағы 300 гектар болатын сафари паркі бой көтерді. Қазір мұнда 17 марал мен 2 кер марал бар. Қорықшылардың қарауында әрине. Елбасы бұл жануарлардың да тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Қаланың да тұрғындары сенбі өздерінің демалыс күндері бала шағасын алып, осында келіп, осы 300 гектардың ішін аралап, жақын жерден сол маралды көріп, бұғыны көріп, еліктерді көріп қайтсам, мен айтам, бір керемет сезім алатын сияқты. Бұның бәрі мынау еліміздің, экономикамыздың жасыл болуының бір белгісі. Бүгінгі жетістіктеріміз осы елбасымыздың сонау 1998 жылғы берген
тапсырмасының арқасында. Орманда егілген әрбір бұтаның түбінде үлкен ғылым жатыр. Көшеттер селекциялық орталықтарда микроклондық жолмен көбейтіліп, тәлімбақтарда сыннан өтеді әуелі. Алғашында ғалымдар бұл ағаштардың тұқымдарын енді отандық сорттар алынуда. Осы жерде, сортаң жерде мына ағаштардың несі өспеуі мүмкін, өспейді де деймін. Ал соған біз қазір мелиоранттар қолданып, басқа әдістер қолданып, соларды сосын сол ағы тұзды жерге көнетін сондай ағаштардың түрлерін беруге тиістіміз. Соны біз соған қазір атсалысып жұмыс істеп жатырмыз. Экологиялық құндылығы өз алдына. Жасыл белдеу Астана төңірегіндегі ауа райының жақсаруына әкеліп соқты. Желден де қорғайды. Ылғалдылық артты дейді ғалымдар. Қазір жасанды болып көрінгенмен 30-40 жылда елорда төңірегі шынайы орманға айналарына сенімді. Бұл табиғи орман болады. Бұл енді жасанды орманның өзі табиғиға келу деген нәрсе, міне көрдіңіз бе, мынау өзі тұқымнан өскен нелер. Тұқымнан өскен міне көшеттер. Көрдіңіздер ме? Бұл ертең өзі жаңағыдай тұқымын шашып, өзі жабайы орманға айналады. 2009 жылдан бері орман шаруашылығының мамандары жобаның екінші кезеңін жүзеге асырып жатыр. Алғашында жасыл желектер ықтырмалық жолмен егілген болса, қазір сол алаңқайларды толтыру жүзеге асуда. 2 жылдан бері қылқан жапырақты ағаштар егіле бастады. Ал қыста бос жатқан бұл жерлерге қар мен ылғал жиналады. Нағыз агротехникалық уақытында отырғызып, суаратын орындарын жасап, және бұлай күркелеп қойдық. Бұның себебі күннің көзі, бұл жас көшеттерді технология бойынша күннің көзіне сақтау керек. Күндізгі сағат 11 мен сағат 2-нің аралығы кезінде күннің көзі ең сондай күйдіретін уақытта, сол кезде көлеңке болу үшін осылай көлеңке жасап қойдық. Жасыл белдеуден экспоға қарай жасыл экономика жазиралы орманнан бастау алады. Мұны елбасы да атап өтті бүгін. В связи с проведением Экспо 2017 это очень кстати. Мы говорим о зеленом мосте, зеленом поясе. Если все наши граждане вокруг своих деревень, вокруг своего дома, во всех областных городских центрах, вокруг каждый год будут сажать деревья, мы создадим зеленую страну. Это легкие города, это чистый воздух, это климат, это защита от ветров, защита от морозов. То есть я считаю, большое дело, и с большой гордостью всегда говорю, езжу и смотрю, как растет лес. Ендігі ауқымды жоспар Астана мен Көкшетау ормандарының басын қосу. Ол күнде алыс емес көрінеді. Әзірге Шортандыға дейін жасыл алқап тұрғызылды. Енді Ақкөлге жетсек, әрі қарай Бурабайдың қалың орманы тиіп тұр. 2020 жылға қарай елорда маңайындағы жасыл орманның аумағы 100 000 гектарға жетеді. Осылайша Алаш жұртының асыл мекені енді жасыл мекеніне айналып келеді. Мұхтар Ыбырайым, Ринат Садыров, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев. Хабар Астана, президент телерадио кешенінің көмегімен.